сабырда береке бар. Шүкір сабырдан жамандық қашады деген да. Әр ауылдың енді бір тентегі болады, басқасы болады деп айтып жатырмыз ғой. Бірін-біріне ашулануды биылда 50%-ға айлықты көтердік. Жылда бітірген түлектерге біз миллион ақша береміз. Енді сіздерде жалпы шаруашылықта қанша адам жұмыс жасап жатыр? Біз кредит төлейміз, өзіміз алғандай. Мал шаруашылығында қанша малдарыңыз бар? Қанша біздегі техникаларыңыз бар? Содан біреу еді, біз кегесін 4-еуін алдық. Қазір 5 малдарымыз бар. Олар сіздерден мысалы бір кешірім сұрап, мысалы қайтадан бірлесіп жұмыс жасауға әрекет етсе, сіздер қалай оны кешіресіздер ме? Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін өте ғажап күн, себебі бүгін елдің азаматтарымен бүгін жүздесу бақыты бізге бұйырып жатыр. Осы қоян жылы негізі табысты жыл болсын деп айтқан болатынбыз. Алғашқы біздің түсіріліміміздерде де сіздер өздеріңіз көріп жүрсіздер, бағамдап жүрсіздер, пікірлеріңізді білдіріп жүрсіздер. Одан кейін бізде енді елде болған жағдайлардың барлығын барынша біз тәуелсіз ақпарат алаңдарында, Жас Бос, Жаслан Жакупов және көзілдірік арналарында барынша шынайы ақпарат таратып жүрміз. Енді бүгін осы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі ауылында бүгін келіп қалып жатырмыз. Өткендегі видеоны көрсеңіздер, ол видеода бір жақтың тараптың айтылған әңгімесі болды, жеке адамға түрлі әңгімелер айтылды, бірақ енді дегенмен екінші жақтында ойын білуге біз бекінген болатынбыз. Екінші жақтында ой пікірлерін, халықтың ойын біз эфирде осы әлеуметтік желілерде жарияладық. Енді бүгін уақыт тауып арнайы Жас Бос бүгін Шіркейлідегі осы Мади Хажы атындағы шаруашылықтың директоры Сейтхамал ағамызбен бүгін жүздесу бұйырып отыр. Аға, уақытыңызды бөлгеніңіз үлкен рахмет. Сіздер сияқты іскер азаматтардың әрине уақыты бола бермейтін түсінікті жағдай. Елдің адамы болғаннан кейін әрбір халықтың ойы мен санасы, әрбір халықтың жағдайына, әлеуметіне атсалысып жүргеніңізді білеміз. Бұл видеодан да кеше видеоға түсірмес бұрын да елдің де ортасында жүргеннен кейін түрлі ақпараттардың барлығына тәнті болып жатырмыз. Енді сізге сөз кезегін берейін, өзіңіздің осы шаруашылықтағы жеткен жетістіктеріңіз туралы, осы уақытқа дейінгі атқарылған жұмыстарыңызды көрсеткен еңбектеріңізді біздің эфирге айтып берсеңіз, сол біздің халыққа қазір сол керек болып отыр. Біздің енді көрермендеріміз бізді қолдап, лайк басып, өздерінің пікірлерін, дүпілдерін аямайды деген ойдамыз. Сөз кезегі өзіңізде. Жақсы, рахмет. Біріншіден келгендеріңізге, елдің халықтың мүддесіне қызмет істеп, ақиқатты елге дұрыс жеткізуге үлес қосып жүрген азаматтар деп есептейміз. Заманның талабына сай ақпараттандыру керек болатын болса, әрине дұрыс ақпараттың жетуіне бірден бір себепкер болатын осы саланың азаматтары деп ойлаймын. Енді адамның ең бірінші бақыты дүниеге келгені. 12 мүшеңіз сау болып, Алла Тағала ата-анаңызды қуантып сыйғып берсе, сол ата-анаңыз Алланың берген баласын, ұрпағын тәрбиелеуді аманат қылып алып тәрбиелейді. Шүкір, сондықтан сонда бізді ата-анамыз, әр ата-ана секілді біздің де ата-анамыз бізді сондай бір аманатын жақсы жетістігімен жеткізуге үлесін тудыртып, оқытты, тоқытты, тәрбиеледі, білім, мәдениет барлығына үлесін қосып, бір елдің азаматы есебінде, елдің азаматы болуға лайықты азамат болу керек деген, отаным, жүрегім, елім басты байлығым дейтіндей, отбасыңды сақтап, еліңе қызмет атқару керек деген сондай талаптарымен бізді өсірді. Әр оқып атқан сабағымызға, әр атқарып атқан күнделікті жұмысымызда ол бір өзіңнің дүниеңнің атқарылып атқан игілігі болса, ол қоғамға сенің қосып атқан үлесің деп жасады. Біздің тәуелсіздігіміз бекем болу үшін бірінші сенің отыңның, басыңның нықтығы керек. Атаның жолының, ананың берген тәрбиесінің жеміс жетістігі содан басталады дейтін. Сондықтан біз елге қызмет атқару ол біздің парызымыз. Бұл азаматтық парызымыз. Аллаға шүкір, адамзатқа адам болып қалыптасты деп үйретсе, сол бір қоғамға қорған болатындай, елге пана болатындай, тәуелсіздігімізге бір кепіл болатындай азаматтық құндылықтарды бойыңнан, жадыңнан, жүрегіңнен шығарма десе, сол іс үшін келген адамбыз. Сол үшін кезінде
білімімізді алдық, оқыдық. Үлкенді, кішіні біз тарапымыздан келте қылмайтындай үлесімізді тудыртуға ата-анамыздың берген тәрбиесінен, мектептен алған тәрбиемізден, білімімізден, қалаған мемлекетке, қалаған жерге барғанда қазақ деген құндылықты барлық саладан көрсете алатындай, есікті еркін аша алатындай қылып, сондай қылып тәрбиеледі. Мінекей. Аллаға шүкір, сол тәрбиенің жемісі шығар. 2017 жылдан бастап мен осы жерге, осы шаруашылыққа басшылыққа келдім. Сондағы негізгі қойған талабымыз, негізгі өзіме қойған талабым, ең байлық, ең бақыт, ол халықтың алғысын алу. Халықтың алғысын алғаннан артық бақыт жоқ басшылыққа, одан артық байлық жоқ. Ешкім бақытты қолмен ұстамайды, көзбен көрмейді, арқаламайды. Тек осы өмірдегі жемісің арқылы соны сезіну керек. Қанағат тұтасыз, шүкір дейсіз, сол адамның бақыты. Ешкімге артық уақыт бермейді. Сол уақыттың ішінде қоғамға берілген уақытыңды қоғамға, отбасыңа берілген уақытты отбасыңа, көршіңе берген уақытыңды көршіңе, ағайынға бергенді ағайынға, досыңа бергенді досыңа қызмет жасау керек. Сонда адам өмірден қателеспейді деп ойлаймын. Я шүкір, біздің осы қоғамға берген уақытымыз болса, мүмкіндігінше қоғамға артықтау уақыт беруге тырысамыз. Себебі біз қоғамымызға тақ пен талантты Алла тағала берсе, сол басшылықты бізге Алла берді, біз қызметіміз халыққа болу керек. Шүкір, сол қызметіміз үшін енді шаруашылыққа келетін болсақ, өзіміз келгенге дейін қаншама басшылар басқарды, қаншама осы совхозды аяғынан тік тұрғызып, үлесін арттырып, етігін киіп, күннің ыстығына, күннің 40 градус суығына қарамай үлесін тудыртқан үлкен қара шаңырақ болатын болса, соған сол қалпын әрі қарай біз өзіміздің игілігімізді, қолымыздан келген басшылығымызды жасап, үлесімізді тудыртайық деп қызметімізді бастасақ, сол ниетімізге мінекей осы отырған жеріміз, конторымыз бүгінгі таңда заманның талабына сай болып түгел күрделі жөндеуден өткіздік. Өйткені бұл біздің қара шаңырағымыз. Бұл жерде әр кірпішінде біздің ата-бабаларымыздың тілегі мен маңдай тері бар. Сол үшін үлесімізді тудыртамыз. Сондықтан дәл солай келесі біз ұрпаққа дұрыс жол қалдыруымыз үшін біз адамдарды жұмыспен қамтайық дедік. Соған үлесімізді тудыртайық дедік. Себебі бұл қоғамда жалпы мемлекет халыққа мүмкіндік береді, халықты асырауға халық өзі еңбек етеді. Ұстазсыз ба, мектебіңізді, оқушыңызды алдыңызға әкеледі. Сіз қоғамға қызметіңізді атқарасыз, қаражатыңызды мемлекет өзі төлейді. Мемлекет бізге бейбітшілік жасап әкеп беріп тұр ма? Жан-жағымызда 40 түрлі пікірдегі мемлекеттер бар. Соның бәрінен саясатын келтіріп, мемлекетімізді бейбіт заманға тұрақтандырып әкеп тұрса, біз соның бейбіт заманда қоғамға, әр отбасыға, сол өзімізбен бірге істесіп жатқан қызметкерлерге үлесімізді туындыруымыз керек. Еңбеккерлердің жағдайына атсалысуымыз керек. Сол үшін жұмыспен қамтуға сондай бір өндіріс орнын ашайық деп, жаңадан цех аштық. Ол бірінші бір отбасыға берекесін беру үшін соның жұмысымен қамтамасыз етейік дедік. Шүкір, 150 мыңнан айлық алады. Сол жерде 22-дей қалаға тасымалшысы бар, басқасы бар азаматтар қызмет жасайды. Солардың отбасыларына рызық несібе болып тұрсын деп, сол қызметімізді жаңа орын ашып бердік. Шүкір. Одан қаншама техникалар сатып алдық. Елдің игілігіне, заманның талабына сай, адам шаршамайтындай, заманның талабына сай, егінде ысырап болмайтындай үлесімізді тудыртайық деп техникалар алдық. Шүкір, қаншама гектар жер егіліп атса, сонша еркін жүріп өтетіндей техниканы алдық. Аллаға шүкір, жерге түсетін көктемдегі соқадан бастап, егінді жинап алатын жатқы мен комбайнға дейін бүтінделіп алынды. Енді сол техникаларды тозбас үшін бізге сапалы ғимарат керек, сапалы соған ангар керек, барлығы сыйып тұратын көлемді болу керек. Соған 10 техниканың үстінде тұратын үлкен гараж соқтық. Ол елдің игілігіне қалады. Бүкіл тарихта сол ұрпаққа қызметін атқарады. Шүкір. Одан қоймамыз бар. Сол жерде кеңес үкіметінен қалған кішкентай тараз болатын болса,
қазір біз заманның талабына сай болсын, киген өлшеген нәрсеміз ақиқат электронный дұрысы шығып тұрсын, маңдай теріндегі күрішшінің еккен дәнінің граммына дейін көрсетіп тұрсын, оның ертең өтеуі бар, халықтың еңбегінің жемісін жан-жақты кішкентай нәрсесін бағалау керек та. Сол үшін соны жасадық, электронный 80 тонналық таразылар соқтық, 60 тонналық таразы соқтық, сол мамандардың отыратын ғимаратын соқтық, сол түсетін складқа толық асфальттанық, мінекей, Аллаға шүкір. Одан жаңа орын тағы ашылсын деп, біз ескі ғимараттарымызды ремонттағанымыз жоқ. Себебі ол бар. Оны тек әсемдеу керек, жөндеу керек, сапасын одан артық нығайту керек. Оған әлі уақыт бар. Біз бірінші халықты жұмыспен қамтамасыз етіп алайық деп, екінші коровнигімізді аштық. Аллаға шүкір, ол жерде де бір тозығы жетіп, кеңес үкіметі тарағаннан кейін сондай бір мал болса да таусылған, сол жердегі орынның ізі бар түгін, соның бәрін тегістедік. Қаншама азаматтар осы елдің үлесін тудыртып шифрлады, ішін асфальтын стяжкасын төседі, бөліп коровникті мал тұратын қылды. Сөйтіп Аллаға шүкір, бүгінгі таңда көктемге Алла бұйыртып атса 500 басқа жеткіземіз деген. Қостанаймен азаматтарды агент қылып жіберіп, Қостанайдағы үлкен фирмалармен келістіріп, Арқалыққа барды, одан Ақтөбеге, одан Арал, Қазалыға, соның барлығына 100-ден, 200-ден, 50-ден, ертең көктемде тай құлындарын сататын кезінде біз жан-жақтан іздемей келісімін алайық деп сөйтіп доғырға отырып келісім шарттарын жасап жатырық. Бүгінгі таңда Аллаға шүкір, сол жерде күнделікті сойып жатыр, елдің қажетіне шығып жатыр, ауылдың асына, құдайысына, намазына жеңілдікпен береміз елге. Себебі осы елдің азаматтарына сол біздің қызметіміз болсын десек, басқа жерге 2200-ден беретін болсақ, өзіміздің елдің азаматтарына мінекей 1900-дан 2000-нан береміз. Себебі еттің бағасын, бұл енді бір отбасының экономикасына, немесе бір тойына, қуанышына, немесе жасы келіп өтті, дүниеден өтті дейік, мәңгі ешкім қалмайды ғой. Сол қарттарымыздың дүниеден кетіп жатқан кезде сол ұрпағына мүмкіндігін жасап, жеңілдігін жасайық деген нәрсемен жасаймыз. Ол мінекей 200 келі ет 440 мың теңге болатын болса, біз оны 380-мен сол кісілерге береміз, жеңілдігіміз жасаймыз. Жалпы 90-нан асқан кісілерге тегін жылқысында береміз. Жалпы ауылға түгел қай салада істесін, түгел ас, құдайы, той томалақ, бір адам 1 килограмм күш сатып алмайды бізде. Мінекей, түгел беріледі. Енді ел тентексіз болмайды, арасында бір шамалы елдің пікірлескен кезімде сол кісілерге бермей шамалы тәртіпке түссін, берме деген адамдарымыз бар. Сондай азаматтарға, ол да елдің азаматтары, уақыты келіп түсінсерміз. Дегенмен де сондай азаматтарға елден асып кете алмаймыз. Берме шамалы түсінсін. Оларда деген мақсатпен бермеген бір 5-10 адамымыз бар. Жалпы 3000 халыққа түгел тегін таратылады. 3000 халыққа бөлек көмекке 3000-4000 күріш қап тегін таратылады. Ас құдайға, анаған алған адамға қарамай тегін таратылады. Аллаға шүкір, оның бәрі елге қызмет деп есептейміз. Сол отбасыға қосқан біздің капиталымыз деп есептейміз. Сосын бізде елдің ішінде мүмкіндігің болса, отыңның басының капиталын үлкейт. Отыңның басының капиталын ертең ұрпағыңа жетістікке жеткізетін іс сал деген есеппен біз 12 ай күдеге шөпті де жинаймыз, жемді де жинаймыз, күрмекті де жинаймыз. Базарда қанша теңге болса да, біз өзіміз 150 теңгенің бидайларын біз 100 теңгеден береміз. Бұл 12 ай келесі бидай пісем дегенге дейін сол тұрақты түрде 100 теңге бұйрығын шығарып қоямыз, солай алады. Күрішті де басқа айлық есебінен алатын азаматтарға біз өздерінің еңбектерінде жасалып жатқан, өндіріс болып жатқаннан кейін 160 теңгеден береміз. Бүгінгі таңда күріш, өздеріңіз нарықты білесіздер, елдің ішінде 400 теңгенің үстіне шығып кетті. Біз өзіміздің еңбеккерлерге айына бір қаптан 160 теңгеден күріш береміз. Аллаға шүкір, сол азаматтардың еңбектеріне, отбасыларына, игіліктеріне, тойына пайдалансын. Біз енді әлеуметтік көмектерді қолымыздан келгенше көп жасаймыз.
Елдің ішінде енді жазым болады, тағдырларында әртүрлі әрекет болады адамның. Сондай мәселелерге қолымыздан келгенше біздің өзіміздің елден, ауыл шаруашылығынан өндіріп жатқан өндірістерімізден тегін беріп көмектесеміз. Қаржылай да көмектесеміз, заттай да көмектесеміз. Мектеп саласы болатын болса, мектебімізге де алғашқы келген сәттен бастап 2017-2018 жылдары мектептің оқушылары, мектептің мұғалімдері бір жерге сайысқа, басқаға баратын болып жатса, соған біз тарапымыздан көмек болсын деп, біз ең бірінші ұстаздың құндылығын білсін деген нәрсемен біз мектепке машина алып бергенбіз. 11 орындықты жеңіл, заманның талабына сай машина алып бергенбіз. Шүкір, жылда бітірген түлектерге біз миллион ақша береміз. Сол үздік оқығандарға 100 мың сомнан ақша беру керек, сол басшылық өздері бөліп береді. Өйткені үздік оқып, тәрбиелі бала болып өсіп келе жатқандар қоғамнан, мемлекеттен одан сайын отаншылдыққа жігері болуына біздің еңбегіміз осы күннен бағаланып жатыр. Ата-анасына кішкентай үлесін қосқан, көз майын тауысқанның жемісін көрсін деген ниетпен сөйтіп береміз, шүкір. Барлық салаға, мәдениетке болсын, медицинаға болсын, қандай сала бар, қолымыздан келгенше үлесімізді тудыртамыз. Мысалы, қарттарымыз, үлкендеріміз болатын болса, әрине солардың арқасында адам жеміске жетеді. Себебі қарты мен сәбиін құрметтеген елдің берекесі болады деген. Сол біздің берекеміз болып жатса, бір нәрсеміз дұрыс жол салынып жатсақ, сол қарттарымыз бен сәбилерімізді дұрыс қарағанымыздан болады да. Сәбиде мін болмайды деген. Не жағдайда да астын бүлдірсе де онда мін болмайды. Өйткені мін болмаған жерде сын болмайды. Оны сен сәби деп қарайсың. Ал дәл солай қария болған кезінде адамда мін болмасын деп қара деген. Өзіңнің балаңдай көр деген. Онда да мін болмайды. Бұл үлкен кісі еді, неге қасықпен тамағын жей алмай жатыр, немесе неге астын бүлдіріп алды деп қарауға болмайды. Дәл сондай қартайғанда сәбиіңдей көр деген. Қарияда да мін болмасын деген. Мін көзбен қарама деген. Мін болмаған жерде сын болмайды деген. Сондықтан сынамай қара деген. Сондықтан бізді өсірді, өндірді сол үлкендеріміз. Солардың барлығына әр мереке болсын, тиесілі бір датылы мерекелерге жететін болса, міндетті түрде аралап, шапанымызды жауып, батасын алып, жалпы 23 мың пресс жылда біз сол үлкендердің батасын алуға таратамыз. Шөп пресс, жоңышқа пресс, полядан бастырамыз, кетеміз, апарамыз, үйлеріне түсіріп береміз. Значит, 230 адам қарт қарияларымызға батасын алуға мүмкіндік жасаймыз. Өзіміз апарып түсіріп береміз соларға. Тек батасын алуға. Жақсы, батаменен елге көрсетеді, ол жаңбырмен жерге көреді. Әрине. Енді сіздерде жалпы шаруашылықта қанша адам жұмыс жасап жатыр? Бізде 250-ге жуық адам жұмыс жасайды. Енді Аллаға шүкір аймай айлық береміз. Бізде ең бірінші талап тақырыбымыз десек болады, жылда көтеріп келе жатыр. Биылда 50%-ға айлықты көтердік. Мысалы, мамандарымыз түсінікті болу үшін 100 мың алатын болса, ол 150 мың болады. 150 мың алатын болса, 225 мың болады деген сияқты ғой. Күріштің де гектарын көтердік. Бұрын 2 мың еді, одан 2,5 қылдық, 3 мың қылдық, 3,5 мың қылдық, 4 мыңға келдік. Сол табыстары болсын деп. Сол еңбеккерлерді бағалап, біз жылда машина береміз. Былтыр енді өніміз нашар болды. Шынында да енді ол кезектескен кең дүние кейде шалқиды, кейде тар дейді ғой. Сондай бір қаншама еңбек жасап жатқанда да былтырғы өніміз нашар болды. Ол өзіміздің де қатеміз бар. Жердің айдауынан да қате болады. Табиғаттың судың бір жетіспеуінен де болады. Сондықтан бұл өмір. Бәрі дүп-түзу жол болмайды. Өйткені сондай мәселеде елге кедергі келтірмейік дедік. Машинадан басқа 100 адамға газын, холодильнигін, керекті сондай подаркілерін жасадық. Бөлек айлығын, бөлек премиальныйын, бүкіл премиальныйға ілінбеген адамның бәріне де 100 мың теңгеден қаржылай көмек жасаймыз дедік. Ол айлыққа, ол басқаға кірмейді. Сосын адамның миетін жеу керек. Мен өзім түсінігімде
әр адамның миы тыншу керек отбасында. Ол отбасылық бір қаражаттың дағдарысы адамның санасының дағдарысын келтіріп алуы мүмкін да. Ал адамның санасының дағдарысы деген сөз ол өте қиын нәрсе. Отбасының берекесін келтіріп алады. Егер сіз материалдық жағдайдан дағдарысқа ұшырасаңыз, ол сіз өміріңізде жетістігіңізге әрі қарай жетіп кете аласыз да. Ал егер санаңызда сіздің дағдарыс болатын болса, онда ол сананың дағдарысы деген, ойдың дағдарысы деген, мидың шаршауы деген, ол отбасыда да, ата-ананың да, ұрпақтың да қадірінен айырылып қалуы мүмкін да. Сол үшін материалдық жағдайға шыдамай, басқалы түрде өкпе танытпас үшін біз кредит алған адам осы күні бір қоғамда 80% алған шығар. Ал ол кредиттің алғанда қажетіне өтеп жатқаннан кейін енді әркім әртүрлі нәрсемен алады. Сол уақыттағы қызықшылығы, оның ертең төленетін қаншама үстіне қосатын ақшасы, оның бір күні кешіксе, ертең әрі қарай оның үстінде үстеме қосылып пене болатыны, ол ертең сол қуанышында намысқа тырысады, сол қуанышында үйіне біреу жиһаз алар, біреу тойын жасар, біреу басқа әрекетін жасар, бірақ ертеңінде төлейтін кезінде қиындықтар түседі. Ол бір күн емес, ол 2 жыл, 3 жыл қалуы мүмкін. Ал ол бір күндік өкпе емес, күнде күнәра. Ай сайын келіп отбасының ырзығын, несібесін бірін-біріне ашулануды, дастарханның басында өкпе тууға әрекет келуі мүмкін да. Сондықтан кредит деген тақырыпты біз өзіміз мойнымызға алғанбыз. Егер ауыл шаруашылығында санаулы ай, 8 ай жұмыс істеп, 3-4 ай демалатын болса, соған мүмкіндіктеріне қарай цехқа, мүмкіндіктеріне қарай коровникке, сондай отбасындағы бір мемлекеттік жаңағы немесе бюджетте істемейтін адамдар жоқтарға, я болмаса үйінде пенсия алатын адамдардың жоқтарына тек сол өзінің басшылығындағы маңдай терімен болып тұрған азаматтарды бөлуге тырысамыз. Болмағандарына түгел кредитін көктемде жұмысқа келген кезде біртіндеп пайызбен ұстайтындай қылып төлеп тұрамыз. Бізге айына пәленбай сом ақша біз кредит төлейміз, өзіміз алғандай. Біреудікі 5-не, біреудікі 7-сіне, біреу 10-на, біреу 12-сіне, не? Біреу 60 мың төлейді, біреу 20 мың төлейді, біреу 32 мың төлейді, біреу 40 мың төлейді. Соның бәрін отының басында кредит деген тақырыппен өкпе наз тумасын деген есеппен біз сол отбасына қосқан кішкентай үлесіміз болсын деп жағын жасап береміз. Ал бір сом ақша тапсаңдар, мүмкіндік болса мал алыңдар дейміз. Ауыл шаруашылығында шөп қымбаттады. Осы алдыңғы жылдары шөп қымбаттаса, базардың нарқы 2000 болса да біздің ауылда тек өзі мал алып асырайын десе 400 теңгеден беріп тұрдық. Мінекей, 12 ай тұрады солай. Шүкір, бір талабымыз бар, сыртқа сатуға бермейміз. Елдің ішінде береміз. Қымбат бағаға өзіміз нарықтың бағасын шығарамыз. Себебі бұл жомарттықты бизнес сүймейді. Жомарттық дегенді бұл қор емес. Қорда жомарттық мол болады. Себебі оған қаншама халықтың берген садақасының нәтижесінде қор ашылады да, ол біреуге үй сала ма, біреуге машина алып бере ме, біреуге киім алып бере ме, біреуге тамақ бере ме. Ол қордағы күнделікті әркімнің берген дүниесінен құралатын дүние. Табысы көп адам молдау берер садақасын, табысы аздау адам аздау берер, табысы жоқ адам ниет қылар. Оның бәрі сауабын өзі Алла тағала береді. Адамның теңдігін жасайтын бір-ақ нәрсе ол мәрелік теңдігін қабір деген. Сол кезде кім жаман, кім жақсы, кім қандай қызмет қоғамға отының басына, ата-анасына істеді десе, сол кезде шығады. Ал сол нәрсе үшін біз атсалысып тырысуымыз керек. Шүкір, сондықтан жалпы Шіркей деген өте жақсы ел. Әр елдің өзінің тарихы бар, өзіне жететін. Әр елдің өзінің үлкен сыйлысы бар. Әр елдің өзінің бір құндылығы бар. Топырағында құт бар әр елдің де. Бірақ өзімізге, өзіміздің Шіркей елінің құты деген біздің елімізден көп азаматтар шыққан. Мемлекетімізге үлесін тудыртқан. Кешегі алашшыларға қосқан үлесі болған. Кешегі небір қоғамның, қазақтың салтына, дәстүріне, небір қоғамның дінге сәйкес игі істерінде еліміздің тәуелсіздік алуымызға қосқан небір ғалымдарымыз, имамдарымыз, әулиелеріміз, ишандарымыз болатын болса, сондайдың бәрі осы елдің ішінен шыққан. Әр елде де бар. Дегенде де біздің елдің бір өзіміздің мемлекетімізге, тәуелсіздігіне, осы
дұғасын жатса бұл дүниеде көрінбей де жатқан қаншама адамдарымыз бар. Шүкір, солардың біз орнына қиянат келтірмеуіміз керек. Солардың жасап жатқан дұғаларын Алла қабыл етсе, соған игі іс істеуіміз керек. Мақсат елге дұрыс тәрбие беруіміз керек. Мақсат ұрпақты дұрыстап кетуіміз керек. Ата-ананың жалпы адамзаттың қалдыратын артындағы ізі ұрпағына ең бірінші маңызды нәрсесі, байлығы да сол, бақыты да сол, жетістігі де сол, тәрбие. Вот сол тәрбиені беру керек. Үйіңдегі 5 балаңа бір татулықты тілеп, бірін-біріне бір ұядан шыққандай ертең өсіп өрген дегенде де тату болатындай, сабыр сақтай алатындай, шүкір ете алатындай қылып тәрбиелеу керек та. Ең маңызды нәрсе сол. Біздің қоғамымызда да сол нәрсе кем болмау керек. Қазір қоғамда өте қиын. Қарттар үйі бар, қарттар үйіне тұрған өшірт бар. Сұмдық, бұл қасірет бұл. Жетімдер үйі бар, жетімдер үйінде тұрған өшірт бар. Қасірет. Байлықтың, бақыттың ертең сол мемлекетімізге содан өсіп өніп атқан ұрпақ. Мемлекет деген кім, ата-ана деген кім? Қай мемлекетте жүрсем де бәрібір емес па? Рахат өмір сүрсем болды деген. Ата-бабаның салып келе жатқан сен үшін қанын, жанын төгіп жасаған қызметінің бәрінен, тағдырынан бір сәтте ұрпақ жоқ қойып жібермеуі мүмкін да. Соған қаншама азаматтар үлестерін тудыртып жатыр. Біз де кішкентай үлесімізді қосайық деген ғана ниетіміз бар. Сондықтан дүниені егер құл қылмасаң, дүние сені құл қылады деген. Егер сол дүниенің соңында жүре берсең, сен ел дегеннен де дүние тапсаң болды. Ағайын дегеннен де ажырап дүние тапсаң болды. Көрші дегеннен де, достық дегеннен де дүние тапсаң болды деген пиғыл сені құл қылып алады. Досты дос қылмайды, дүние арқылы дос қылады. Сондықтан сол нәрсеге сақ болу керек. Қан бол, қара бол, не нәрсенің қадірін білу керек та. Шүкір, серіктестігіміз өзіміздің есебімізде өркендеп келе жатыр, өсіп келе жатыр. 4-5 жыл деген аз да уақыт емес. 4-5 жыл деген қоғам үшін көп те уақыт емес. Оның маңыздылығы әрі қарай сол игі істі атқарып, қоғамға дұрыс ұрпақ, дұрыс маман, дұрыс елге үлесін тудыртып кету керек та. Одан артық адамда бақыт жоқ. Байлық бәріне жетеді. Дәл біздің қоғамда байлық бәріне жетеді. Достаса білсең, дос жетеді. Рахат. Заман бейбіт, өзің адал бол. Досыңа достығыңды көрсете біл, дос жетеді. Сен алдап кетеді десе, онда саған дос табылмайды. Көрші бола берсең, көрші жетеді. Ағайын бола берсең, ағайын жетеді. Өйткені заман бейбіт. Заман бейбіт. Не бір заман қазақтың басынан өтті. Әрине. Иә, ашаршылық өтті, жоқшылық өтті, репрессия өтті. Не бір зұламан замандар өтті ғой. Бір үзім нанға зәру болған. Көз алдарында шырылдатып, балдарын әкеп халықтың жауызын, халықтың жауының баласын деген атты шығаруға дейін. Біздің елімізге зиялыларымызды құртуға дейін әрекеттер болды. Қазір шүкір, кәсіп деген адал іс. Кәсіп адал іс. Егер сол кәсібіңе елдің керегін жасасаң, елге керек мүддеңді жасасаң, ол сауап болады деген. Вот сол кәсіпті сауапқа үйлестіріп отыру керек та. Табысыңды табу керек, бірақ игілігін жасау керек. Оның сауабы бар. Сондықтан рахмет, сіздерде сол әр елге аралап, әр елдің жақсылығын, әр елдің қисайған жерін түзетуге қамшы болып, себепкер болып жүрген азаматсыздар. Сондықтан жалпы қоғамның ішіндегі әрқайсының орны бар. Ол да сіздерге бір Құдайдың берген несібесі ырзық шығар. Сіздің осы атқарып жатқан жұмыстарыңызға мен де сондай болсам дейтін қаншама азаматтар бар. Қаншама азаматшылар бар. Бірақ тағдыр сіздерге осыны берген. Бүкіл ел таниды сіздерді. Бүкіл қоғам біледі. Қоғамға игі іс істеуге үлестеріңізді тудыртып жүрсіздер. Сіздер арқылы жақсы нәрсені біреулер көріп жатса, жақсылыққа қарай ұмтылады. Мінекей, сіздердің көрсеткен нәрселеріңізден біз мақұл бір адамбыз. 1000 адаммен кездесіп, 1000 адаммен тілдесіп, 1000 қарияның батасын алып,
мың сәбидің тұсауын кесуге үлестеріңді тудыртып жатқан жетістік жемістерін халыққа көрсетіп жатсыздар да. Оның бәрі үлкен. Сол жақсылыққа жұрт ұмтылады. Жақсылықты көрсету керек. Бізге баяғыда ата-анамыз жаман біреумен біреу шатасты деген сөзді үйімізге келгенде, бала болып біреумен шатасты дегенде айтпа, ол жаман нәрсені шатасса, ертең достасады дейтін. Бір ауыз сөз классымыздағы, мектептегі біреудің шатасқан сөзін айттырмайтын. Айтпа ондайды деп. Жамандықты шақырмаңдар дейді. Қоғамға оны көрсетпейді. Себебі жақсыны көргесін жақсылыққа. Жаман нәрсені айтпа дегеннен жаман нәрсеге бара алмайсың да. Не толку біреумен біреудің шатасқан. Сен өзің неғып атқан кезде ондай жаман нәрсе. Оған жолауға болмайды деген тақырыпты миымызға сіңдірген біздің. Жүрегімізге соны қалаған. Сондықтан шүкір ұрпақ сөйтіп қаланса. Ұрпаққа сондай үлесін тудырса дейміз. Басқа мемлекеттің атқарылып жатқан жұмыстары, мемлекеттегі қоғамға кейбір кемшіліктері деген, ол заманның өзінің әр заманда да, анау ханның, бидің, патшалықтың бәрінің дәуірінде де бұл қоғамда жақсыны да жаманды да Алла тағала жаратқан. Сондықтан жаратқан нәрсе бар ма, значит жаратқан нәрсе болады. Дәл солай күн бар, дәл солай түн бар. Бәрінде ол Алла тағала жаратты ма, ол болу керек. Ол болу керек. Тағдырыңмен дұрыс жолға күресуің керек, бірақ екі-ақ тағдыр бар, өзгермейтін. Адамның дүниеге келгені, дүниеге әкелген ата-анаң. Кіндік қаның тамған жер тағдырыңда өзгермейді. Сен қай елде кім болып дүниеге келдің, сен қай елге барып өмір сүр, бірақ кіндік тамған жерің өзгермейді тағдыр. Әрине. Сен қай жерге барып, қандай жағдайда қызмет жаса, қандай жағдайда өмір сүр, бірақ сенің ата-анаң сол тағдырыңда өзгермейді. Ал қалған тағдырына өзіңнің еңбегіңмен, Алланың берген санасымен жетістікке жетуге болады. Жалқау болсаң, өз тағдырың өзіңе кедей боласың. Еңбеккеш болсаң, өз тағдырың өзің берекеңмен болады. Мінекей, ашу дұшпан етпей, отбасыңды сақтап, ашуды дұшпан етпей, жолдас жораңмен, ағайыныңмен қатыссаң, одан артық бақыт жоқ. Рахат. Бұл негізі өмір дегенде Алла тағала адамға өте игілік қылып берген. Соның бәріне 18 мың адамда игілік қылып берген. Сондықтан соның қадірін білу керек. Тек бір нәрсе қадір білу керек. Қадір білгесін бір адамға қиянат жасауға бармайды. Күйбің тіршілікте өкпе болады. Күйбің тіршілікте бір-біріне наз болады. Ол күйбің тіршілік 5 метр шыққаннан кейін қажет жоқ. Ертең азанда кездестің ба, саф алтындай өзгер деген. Бүгінгі түнде жатқан нәрсеңнен әр таңда саф алтындай болып өзгеріп жаңарып шық деген. Қоспасыз. Кешке дейін жасаған қателігіңдегі сол алтын болып үйіп тұрған нәрсеңе қосылған кіттай дүние болса, кішкентай жеріне дақ түссе, немесе бір жағылса, азанда соны саф алтындай болып жаңарып шық дегенде. Бәрін ұмытта, жаңа адамдай болып шық деген. Ананың бәрін өшір. Біреуге өкпең бола ма, біреуге назың бола ма, біреуге жасаған іс әрекетіңнен кемшілігің бола ма, соның бәрін, өзіңнен кеткен қате бола ма, өзгеден кеткен қате бола ма, бәрін өшіріп жаңадан сап алтындай болып шық деген. Міне, адамға сондай сана бергенде, соны жасау керек. Соған үлес тудыру керек. Соны санадан шығармау керек, менің ойымша. Енді аға, өте дұрыс айтып жатсыз, өте қанатты сөздерді айтып жатсыз. Енді біздің сіз енді әр ауылдың енді бір тентегі болады, басқасы болады деп айтып жатырмыз ғой. Енді бұл біздің қазір осы ауылдағы Шіркейліде жүрген жігіттеріне сізге енді келіп өздерінің уәждерін айтып жатқан азаматтар енді кейін алдағы уақытта олар сіздерден мысалы бір кешірім сұрап, мысалы қайтадан бірлесіп жұмыс жасауға әрекет етсе, сіздер қалай оны кешіресіздер ме? Негізі бұл қателескен нәрсені ақтама деген, оны кешір деген. Көрдіңіз бе? Мен сүрінсем, немесе сіз сүрінсеңіз, сүрінгеніңіз анық, бірақ оны кешіру біздің міндетіміз. Кешірім сұраудың бізге қажеті жоқ. Біз сол біреумен өкпелесіп жатқанда,
сол нәрсені сол уақытында біз айтылып жатқан нәрсені қоғамдағы болып жатқан немесе сол кездегі болып жатқан пікір таласта пікір жаңағы ақ қарасындағы нәрсені ағын ақ қарасын қара деп айту ол кешірмеймін кешірем деген сөз емес. Біз ұрсып жатқанда біреуге өкпелеп емес, оны кешіріп ұрсуымыз керек та. Былай келгенде кешірмеймін деген тақырып негізі қате. Адам кешіру керек. Қандай жағдайда да бірін-бірін кешіреді. Мен қалаған азаматқа айтамын: азаматтар, кешірім сұраудың қажеті жоқ, бірақ адам түсінсу керек. Адамның бәрінің құқығы бірдей. Бірақ әр адамда ар бар, әр адамда азаматтық бар. Сондықтан арыңмен, азаматтығыңмен, міне біз азаматпыз ғой сәке деген сөз жүректерінде, менің жүрегімде болу керек та, болды. Ал болған оқиға деген ол қоғам. Дүп-түзу жүрген қоғам болмайды. Отыңның басында балаңа да ұрсасың. Отыңның басында дұрыс жүр деп түнде кеш келсе азанда болған тәртіп көруі мүмкін. Түнде кеш келдің, азанда ерте тұрғызып сабағын оқытуы мүмкін да. Бұл соған жаның ашығандық. Соны дұрыс жолға салу үшін жасап жатқан әрекет. Енді аға, мысалы осы уақытқа дейін енді сіз енді өзіңіз біз білмейміз ғой, бір бағдарлама әзірлеп, осы енді директорлыққа келгеннен кейін бағдарлама болады ғой. Сол бағдарламаларыңыздың қалай бірталай былайша орындалды ма? Енді біздің өндірісіміз негізі ауыл шаруашылығы, күріш, егін шаруашылығымен айналысамыз. Мал шаруашылығын қосып жатыр. Я, бұрыннан шамалы малымыз бар түгін, ол сыртта өрісте оны өзінше құлынтайын өсіріп жатыр. Міне жаққа өзінше күнделікті адам жұмыспен қамтып, кәсіп қылып бөлек ашып жатыр. Коровник қылып, бордақылау алаң қылып, қызмет жасап жатыр. Енді біз қоғамға бір үлесімізді тоқтатамыз деп жатсақ, соның бірі десем болады. Осы елдің ішінде бүкіл ауылдың почти 90% көшесінің светі жанды. Біз өзіміздің серіктестікке қосып атқан бағдарламамызбен қосымша елге не істеуіміз керек деген мәселеміз болады. Ол біздің серіктестіктің экономикасына нұқсан келуі мүмкін, бірақ елдің игілігіне пайда болады. Сол көшемен жүретін балабақша, сол көшемен жүретін мектеп, сол көшемен жүретін оқушы, сол көшемен жүретін ұстаз, сол көшемен жүретін еңбеккерлер, сол көшемен жүретін қартымыз, қариямыз. Соларға дұрыс светі болу үшін, соларға асфальттар түсу үшін біз соларды құжатын дайындауға қаражат спонсорлық жасаймыз. Мемлекет оны жасайды, әкімшілік оны жасайды, бірақ сессияға беріледі. Ол қаралады. Уақыт созады процесс. Ол әрі қарай сараптамадан өткіздіреді. Ол мемлекеттің жасалатын қызметі заңдылыққа сәйкес 1 жыл немесе 2 жыл сондай уақыт созылуы мүмкін. Біз 1 айдың ішінде, 10 күннің ішінде жеке кәсіпкерлермен келісіп, құжатын төлеп, қаражатына атымызды салысып, үлесін тудыртып, сараптамасын өткіздіріп, заңға сәйкес сметасын жасатамыз. Ол дайын, мына жерге көшеге свет салып беріне салады. Енді сол дайын дүниені аудандық экономика жоспарлау бөліміне берсе, ауданның әкімі сессияда соған дайын құжатқа қаражат береді, көше сарт етіп жана салады. Сарт етіп көше асфальттанады. Мысалы, елге газ кірейін деп жатыр. Ал ол газ біз егер сол ПСТ-сын атсалысып істетіп үлесімізді тудыртпасақ, ол соны дайындауға 2 жыл уақыт кетуі мүмкін, 3 жыл уақыт кетуі мүмкін. Оған біз өз тарапымыздан мүмкін 5 миллион берген шығармыз, мүмкін 10 миллион беріп жатқан шығармыз. Әлі өтіп жатыр да процестер. Мінекей есептеу шығып жатыр, жерді зерттеу шығып жатыр, газ жүргізетін 18 көшенің барлығының тиесілі жүретін жолдары бар, астында өткен проводтары бар бұрынғы. Соның бәріне мына магистрал жаңа судың жолдары бар, соларға нұқсан келмейтін қылып зерттеп, соның бәрін өлшеп шығаруының қаражатын біз төлеп істеп беріп жатырмыз да. Дайын құжатқа ертең мемлекет ақша береді. Миллиард шыға ма осы сметада, миллион шыға ма, 100 теңге шыға ма, 1000 теңге шыға ма, мемлекеттен бөлінетін қаражатқа біз сметаларын жасап береміз. Оның бәрі елге игілік. Оның бәрі біз шаруашылыққа қатысы жоқ деп айтуға болмайды. Елге қатысы жоқ деп айтуға болмайды. Сол ел көреді соның рахатын.
шаруашылығымызды дамытып өркендетуге мүмкін бір тиын болса да зиян келтіруге үлесі болуы мүмкін, бірақ елдің мүддесі үшін керек нәрселер да. Халыққа керек ол. Халыққа керек нәрсені аямау керек. Халыққа не керек? Серіктестікке дамытуға қандай үлесіңді қоссаң, соған берген бағдарламаларыңда қандай игі атқарам деп жатсаң, әр жылға қойған пландарымызда дәл сондай халықты қатарынан еш кем қалып қалдырмау керек. Мынаны өркендетіп алайын деген бір бағытпен жан-жағыңа, басқа шаруашылыққа, басқа мекемелерге, бюджеттің мекемелеріне теріс қарап тек мен мынаны ғана дамытам деген болмайды. Ел болғаннан кейін бірдей қарау керек. Сол ұрпаққа үлесін тудыртуға баяғыда Әлихан Бөкейханов 917 жылы сонша алаштың азаматтарының бәрі қосылғанда бір ауыз қазақ деген озық ойлы қазақ жасаймыз дейді. Біз дамыған елдерден, Жапониядан, Германиядан адамдарды жіберіп, уәкілдерді жіберіп, сөйтіп елімізді дамытамыз. Қазақтың ата жолын білетін, қазақтың салт дәстүрін білетін, қазақтың армиясын, қазақтың өзінің әдебиетін, қазақтың өзінің ана тілін, қазақ әкімшілігіндегі қазақы тілді дамытамыз деді. Мінекей. Салт дәстүріне сәйкес дінін дамытамыз деді. 9 жүйе құрған сол кездері. Соның бәрін қамсал. Өйткені ол бүкіл әлемдік деңгейдегі азаматтар еді. Басқа мемлекеттерге қауіп төндіретіндей үлесі болғаннан кейін. Мінекей. Сондықтан сондай біздің ата-бабаларымыз бар. Қоғам дегеннің қадірін білу керек. Адамзатқа адам болып қызмет атқаратын ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Бөліп жаруға болмайды. Енді қазір мал шаруашылығында қанша малдарыңыз бар? Қанша біздегі техникаларыңыз бар? Техника, Аллаға шүкір, енді мен осы бері қарай 5 жылдан айтсам, өзіміз келгелі, мына бір Макдон дейміз, жоңышқалықты күрішті оратын жатқы Макдоны. Содан біреу еді, біз кегесін 4-еуін алдық. Қазір 5 Макдонымыз бар. Комбайндарымыз 5 еді, тағы да 4-5 комбайн алдық. Қазір 9-10 комбайнымыз бар. Енді ішінде ескіргендерін шығарып тастаймыз ба деген ниеттеріміз бар, енді еңбектерін атқарған. Дәл сондай соқаларымыз тозып тұрса, 14 соқа алғанбыз. Дәл сондай қаншама қатысы косимсоттар алғанбыз. Пәленбай МТ-80 тракторлерін сатып алғанбыз. Бәрі елдің игілігі үшін. Сондықтан ауыл шаруашылығына ең бірінші мәселе техника болатын болса, біз енді оны техникадан 100% еркін мәселесін шешкенбіз. Өйткені уақыты қысқа бұның. Көктемде техникаң сайлы болмаса, ертең майдың 25-нен кейін күріш еккеніңмен оның сапасы азаяды. Оның пісу деңгейі нашарлайды. Сондықтан сол қысқа уақыттың ішінде 20-25 күннің ішінде қанша гектар ексең де соны бітіру керек. Соған адамың да, техникаң да барлық басы сай болу керек. Күздің күні азғантай уақыттың ішінде жинап алу керек. Ол жайбарақат жүретін дүние емес. Ол сол 20 күн, бір айдың ішінде жинау керек па? Соған сай техникаң болу керек, азаматтар болу керек, соған сай жағдай болу керек. Болды. Ол сенің қалғанын ертең істеймін деген болмайды. 2 күні бірдей болған адам жетістікте емес деген пайғамбарымыз. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол екінші күнді күтетін дүние емес. Оған тек уақытпен ғана шектеулі. Уақытың бітті ма, қар жауы мүмкін. Уақытың бітті ма, науқанды бітіру керек. Уақытың келді. Күз келді ма? Бітті. Сол күздегі науқанды санаулы уақыттың ішінде қаншама көктемнен күзге дейін салған қаражатың, қаншама көктемнен күзге дейін салған қызметің, қаншама көктемнен күзге дейін салған азаматтардың маңдай терлерін жемісі солардың отының басының күтіп, дәметіп, осыдан жетістікке отының басындағы үйіне әрқайсысы бір-бір еңбегінің жемісін, межесін күтіп отқан нәрсесіне күздің күні кедергі келтірмеу керек. Техника сай болу керек. Жинау керек, елдің игілігіне салу керек. Болды. Сол егінмен келер жылға күзге дейін елдің күрішін беру керек. Сол егінмен келер жылға дейін еңбегінің қаражатын беру керек. Сол
еңбекпен елге жасатын әлеуметтік көмек жасалу керек. Әнекей біздің скорый машинамыз бар. Скорая помощь. Мемлекеттің беретін қаражаты бар бюджеттен. Бірақ соған ауру ешкімге айтып келмейді ғой. Түн жарым, күн әбет демейді. Есігін ұратта бала науқастанды шауады. Есігін ұратта адам науқастанды машина егесі дайын тұру керек, кете беру керек. Соған біздің кішкентай үлесіміз болсын. Шаршамасына, отының басынан шығып тысқары түнде егеде шығып кетіп атса, ата-анасы отының басы уайымдап атқан уайымдарына кішкентай соның бір көз қуанышы болсын деген нәрсемен, еңбектері бағалансын деген нәрсемен біз соларға қосымша ақша береміз. Скорыйға да береміз. Ана қаражатты алады, айына мен 30 мың сом ақша беремін. Түн ұйқыңды ел үшін атқарған қызметің үшін. Ай-май 30 мың ақша беремін. Дәл сондай почта қызметі бар. Үлкен кісілеріміз бар, газет оқиды, журнал оқиды. Ол бір түйір почта тарататын қарындасымыз бар. Ауылдың кісісі сол қаншама жерге таратып жүргенде үлгере алмайды. Аптасына 2 рет тарату мүмкін. 512 үй бар ауылда. Соның бәріне күнде ол тарата алмайды. Аптасына бір-ақ тарату мүмкін. Мүмкін емес ол. Балшық болады, ыстық болады, суық болады, таратады. Сосын біз өзіміз үлесімізді қосайық дедік. Сөйттік те 40-50 мың сом ақша беріп, ауылдың пәлен пайызын өзіміз алдық та, мына бөлікті сен шақыр, газетін таратып, мына бөлікті сен қызметіңді қыл деп, өзіміз қалтамыздан қаражат беріп, бөлік беріп тұрық. Зато үлкен кісілер газетін оқысын. Аптасына 3 келе ме 3 таратыңдар дейміз. Жеңіл 250 үйді мынау шақырса, 250 үйді мынау шақырады. Біз өзімізге тіркеп қаражатын беріп тұрық. Шүкір. Дәл сондай ветеринария саласы бар. Оған да сөйттік. Қазір бүгінгі таңда ауыл шаруашылық қолдау қорларынан қаншама қаражатты ауылдың азаматтары алып жатыр. Қаншама отбасылар алып, мал сатып әкеп жатыр. Оны сатып жатыр, тіркеп жатыр, шығарып жатыр. Оның бәріне мемлекеттің бағдарламасымен істеп жатқанмен мына мамандар үлгермеуі мүмкін. Тиесілі құжаттары заңсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан біз өзімізше тағы бір адам қойдық. Оған да қаражатын төлейміз аймай. Оның бізге ешқандай несі жоқ, ол ел үшін керек. Ол халықтың барған кезде бір справка анықтаманы алу үшін керек. Солардың малын тіркеп, басына шығарып беру үшін керек. Ол серіктестікке қатысы жоқ, бірақ қоғам үшін керек. Ол ел үшін керек. Сондықтан шүкір, қай салаға болсын, қай отбасыға болсын үлесімізді тудыртуға. Дүниеден Құдай сақтасын, бәрі орнымен болсын. Кетіп жатса бүкіл қызметіне шақыру бізден, көруші бізден, қазып беру бізден, бәрі елдің азаматтары. Серіктестік емес, қалаған үйге керек па, қалаға көлігін жібертіп, төбесіне салатын бөренесіне әкеп береміз. Ешкімнен бір сом ақша сұрамайды. Азаматтар барады, әкеледі, бөренесін кестіріп әкеп дайындап береді. Сол үйге бір қайғы басына түсіп жатқан кездер кішкентай бір үлесіміз, жеңілдігіміз болсын біздің. Соның қайғысына ортақтасқанымыз болсын. Сондықтан қуанышқа да солай. Дәл солай. Қайғысына да, қуанышына да. Негізі қуанышқа адам қуана білу керек. Қайғы қайғыра білу керек. Адам солай болу керек. Қолымыздан келгенше соған тырысуымыз керек. Ол біздің бүкіл ата-бабамыздың атқарған жұмыстары. Біз соны кішкентай үлесімізді сөйтіп қосуымыз керек, жалғастыруымыз керек. Ол бізге тарихқа да жазылған, көзімізде көрген, көз алдымызда да атқарылған жұмыстар олар. Сондықтан бүгінгі таңда ұрпаққа соны беруіміз керек біз. Көрсетуіміз керек. Ол сөзбен істің арасын қашықтатпауымыз керек. Көрсетуіміз керек. Садақа қылып тұруымыз керек. Керек па, біреудің отының басында қуаныш болды ма, тұруымыз керек. Тұру керек соған. Сол өзіңнің үлесіңді, сен еш нәрсе істеме, тұр сол жерде. Басшың ба, ауылдың қуанышына қуанып, тұр басында. 4 сағат тұр, 6 сағат тұр. Шын елдің қуанышына қуан. Қайғысы бола ма, дәл солай, басында тұр. Мүмкіндігің бар ма, басына дейін бар. Қолың жай дұға қыл, тілегіңді жаса. Ол азаматтық парыз ол. Негізі ең жақсы адам кім болу керек дегенде, басшы болу керек деген екен. Өйткені неге? Ол басшы адам кешіру керек. Басшы адам сабырлы болу керек. Басшы адам біреуге жақсылық жасауға тырысу керек. Басшы адам басқаға
игі іс жасауға үлесін тудырту керек та. Басшы адам жетімнің де қадірін білу керек, басшы адам жесірдің де қадірін білу керек. Басшы адам қарттың да қарияның да үлесін тудыртатындай, үлесіңді тудыртатындай қылып, ең болса отының басында амандық тілей алатындай болу керек та. Сондықтан сондай басшы болуға тырысқанымыз, сондай басшы болуға үлесімізді тудырсақ па дейміз. Бірақ қолымыздан келгенше, әрине. Қолымыздан келгенше барлығы да соған тырысады. Барлық азаматтың бәрі де тырысады. Соның бізде біреуіміз, біз де соған тырыссақ па дейміз. Сондай бір игілігіміз болса дейміз да. Шүкір енді. Біздің еліміз, мемлекетіміз өте жақсы. Өте жақсы мемлекет. Осыншама байлықты Құдай берген. Тоқтығымыз бар. Оны да Құдай тағала беріп тұр. Қадірін білу керек тек. Бұл дүниеде байлық болып, бай болып, баласы білімді екен деп шетелде өмірлік сонда отбасын құрып, бақытты екен, бай екенбіз, ақша тапсақ екен деп, жары Англияда, біреуі Түркияда, біреуі Францияда, біреуі Кембриджде, өзің осы жерде, оған мақтан тұтпауымыз керек. Біз күнде дастарханның басында мейлің оқыт баланы, қалаған мықты оқу орындарға оқыт. Бітірді Кембриджде, бірақ елдің қадірін білетін қылып. Түбі оралып елге келетін қылып тәрбиелеу керек. Түбі ата-анасымен бірігіп тұратын қылып. Түбі оның өзінің отының басын сақтап, отының басында шай ішіп, баласы жастығын әкеп беретін қылып үйрену керек. Байлық дегенді қатты мақсат қылуға болмайды. Мен өзімнің пікірім. Үйіңе барғанда сағынып жүгіріп сенің мынандай балаңнан, үлкен азаматыңа дейін әкем келді деп құшақтап тұру керек. Отбасыңдағы жолдасың шай тамағыңды сенің келгеніңе қуану керек. Атадан балам келді деп жүгіріп алдыңнан үйіңде тілек дұғасын жасап тұру керек. Соған сен жүгіріп атанаңмен белінен басып барып, сонымен амандасып қолын сүюге сен сөйтіп тырысып тұруың керек. Сенің келгеніңе дұғасын жасап атса, соның жетістігін көрсетіп құшақтап тұруың керек. Кішкентай көңілмен. Ол бақыты болса. Негіз қоғамда басқа бақыт жоқ. Ақша тауып, бай болып, жетістікке жету деген керек. Еңбектің жемісі. Бірақ сананың жетістігі байлық сол отбасыңмен, атанаң, қоғамың, көршің, жолдасың, жораң, мемлекетің. Одан артық бақыт жоқ адамда. Мен енді бағанада айттым-ау, шатаспасам, бұл ел деп тұр. Серіктестік бір кішкентай үлесін тудыртсақ, елге деген үлесті келте қылмау керек дедім бағана. Көше болсын, қай-қайсысына болсын. Дәл сондай шаруашылықтарда ел ол. Біздің еліміздің ортақ адамымыз ол. Біздің кішкентай бөлінген шаруашылығымыз ауылдың 80%-ын ала берсін. Бірақ біз негізі ел, шіркейлі деген сөз, соның ішінде бүкіл бәрі бар да. Сол нәрсе шіркейлінің азаматы, шіркейлінің азаматшасы, шіркейлінің түлегі, шіркейлінің қариясы, шіркейлінің бесіктегі баласы деген нәрсе, сол бәрінде бірдей болу керек та. Әрине. Сол үшін ол шіркейлінің азаматы. Біз техникамыз жүріп келе жатырық па? Біздің 500 гектар жүріп келе жатқанда біреудің 50 гектары бар ма? Біз даже олардан сұрамаймыз, олар да біледі. Біздің жерге, біздің комбайнмен жинайтын жерімізге қай кезде келесіздер деп сұрайды. Сол совхоздың 4 бұрышына күріш егін егіліп жатса, әр 4 бұрышында жеке шаруашылықтар бар. Біздің жеріміз ортақ бір қораның ішіндеміз. Біз өзіміздің егін жинап алып, есікті ашып мал кіргізіп кетпейміз. Сол келе жатқанда оларға тек звондаймыз. Тасымалың бар ма? Басқалай майың бар ма? Жоқ десе біз өзіміз ора береміз. Ақысын шығарып қоямыз жеңілдікпен. Ора береміз, тасымым жоқ десе тасып бере береміз, қызметімізді жасап кете береміз. Қаражатымыз жоқ десе қарамаймыз оған. Дәнді тастап кетпейміз далаға. Ауылдың азаматына үлесімізді кем қылып кетпейміз. Уақыты келеді, дәнін сатады. Бере алмаса, келер жыл береді. Қатты маңызды нәрсеміз ол. Маңызды нәрсе солардың еңбектері далада қалмау керек. Маңызды нәрсе азаматтығымыздан біз таймауымыз керек. Сондықтан ол дұрыс ниет болса бәрі болады. Ешқайсысы ол
ешқайсысын тастап біздің жерімізде қалып қойды деген мәселе жоқ. Бірдей қараймыз. Даже бізден айтып тұрмын ғой, біздің жерге қай кезде келесіздер деп сұрайды. Сол объектіні сұрайды олар. Біз жақтағы жерге қай кезде келесіздер дейді. Біздің жерімізді жинап берші деген өтінішті айтпайды олар. Біз осыншама бізге сенгеннен біздің жерімізді жинап берші деген сөз айтпайды. Біз жақтағы жерлеріне қашан келесіңдер деп сұрайды ғой. Көрдіңіз бе? Демек, өзіміздің жерге барғанда біздікін тастамайды деген сөз. Тамаша, жақсы. Бірдей бірлігіміз бар. Құрметті көрермендер, біз айтып өтейік, бізде бүгінгі жақсы кездесу болып жатыр. Бүгін енді Сейітқамал ағамыздың бұл шаруашылығында, яғни конторында, бұл үлкен тарихи отан, үлкен шаңырақта отырмыз. Жақсы сұхбаттасып жатырмыз деп ойлаймын. Аға, рахмет, уақытыңызды бөліп жатқаныңызға. Енді өзіңіздің осы біздің арнаны пайдаланып, өзіңіздің халқымызға, осы шіркейлі халқына айтатын қандай лебіздеріңіз бар, қандай ойыңыз бар айтатын? Қысқаша нұсқа. Енді сабыр деген нәрсе, шүкір деген нәрсе бар. Сабырда береке бар. Шүкір сабырдан жамандық қашады дегенді. Көрдіңіз бе? Сондықтан елде біздің жаратушымыз біреу, Құдай Тағала. Сол Алланың, Құдайдың құдіретімен, ананың әлдейімен, әкенің бір соған себебімен ұрпақ дүниеге келеді. Бірақ түйір анаң болады дүниеге келгенде. Бәрімізді жаратқан Алла біреу. Сол жаратқаннан шығатын адамның анасы біреу, әкесі біреу. Сол ата-ананың бір-ақ тілегі болады деп ойлаймын мен. Құдайдан сұрайтын нәрсесі, жаратқаннан сұрайтын бір тілегі болады. Балдарым тату болса дейді. Балдарымда береке болса дейді. Әр отбасы, әр әулет, әр азамат, әр бір туған бауырлар бірін-бірімен татуласып, достығын білдіріп, дәл солай қоғамға қадам басса, онда елде кемшілік болмайды деп ойлаймын. Сондықтан бір ата-ананың тілегі 5 баласы болса, 5-еуінің бірлігі болса екен деген тілек болады. 5-еуінің отының басында береке жақсы болса екен деп тілейді. Сол ата-ананың тілегі қабыл болса. Әкенің де тілегі сол, ананың да тілегі сол. Анадан анау бай болып, анадан анау жаңағы қиянат келтіріп, ана балам үстемдік жасаса деген тілек болмайды. Еш дүниеде қызғанбайтын бірін-бірінен бір-ақ нәрсе ол ата, әке, ана. Баладан ешкім қызғанбайды. Мінекей. Сондықтан балдарына, ұрпағына соны тілейді. Сондықтан бірінші сол бірлігі болған дұрыс. Отбасында, әулетінде тату болу керек бірінші. Сол бірлікті, сол татулықты, сол отбасына беріп атқан берекені елге әкелу керек. Сол кезде береке болады. Мемлекетімізде де сол бір отбасының тағдырындағыдай нәрсе. Солардың жиынтығынан мемлекет құрылады. Солардың жиынтығынан ел құрылады. Сондықтан әр отбасының игілігі ол біздің тәуелсіздігіміздің кепілі. Одан артық елге мәселе жоқ. Бүгінгі таңда қосылып, ертеңгі таңда ажырасып жатса, сол елге бүгін 10% болса, ертең 20% болса, қоғамда береке болмайды. Әулетте де береке болмайды. Сондықтан мына әулет жақсы екен дейтін болса, біздің қуанатынымыз сол әулетте демек береке бар деген сөз. Мына елде бірлік бар екен десе, сол әулеттерінің ішіндегі бірліктерінің жемісі ғой дейміз да. Өзімнің кішкентай қысқа пікірім. Сондықтан бауырдан бастап бір-біріне тату болып үйрену керек. Бауырынан бастап тату болып үйрену керек. Балдарын бір-біріне бірдей қылып тату болып өмір сүріп үйрету керек. Болды. Сол қоғам жалғасады. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бір жақсы сұхбат болды. Керек дүниелерді алатын біраз тәлім-тәрбие әңгімелер айтылды, және жақсы игі істерді куәсі болдық. Яғни бүгін арнайы келіп уақыт бөліп біз сияқты азаматтарға біздің арнамызға сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Аға, еліңіз тыныш болсын. Қамбаларыңыз тола берсін, таси берсін, жұмысшыларыңыз көбейе берсін. Осы ауылдың жағдайы
жақсара берсін. Әрбір баланың да болашағы біраз дүниелер айтылды ғой. Енді есі бар, ақылы бар адамдардың барлығына бір үлкен бір ой саларлық дүние қалдырдық деп ойлаймыз. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Пікірлеріңіз болса астына жаза кетіңіздер. Біздің арнаға қолдап, WhatsApp желілерінде, торлы шаттарға, біздің Telegram каналдарға, біздің сілтемелеріңізді лақтырсаңыздар болады. Құрметпен, Жасбос Аслан Жакупов. Рахмет аға. Рахмет. Көп рахмет.